Баршаңызға сәлем. Мен бүгін алма пирогы шарлотка жасадым. Құрамында жұмыртқа, қант, алма, қопсытқыш, жүгері ұны. Әуелі 5 жұмыртқамызды жарып аламыз. Үстіне қантты қосып блендерменен араластырамыз. Жақсылап аппақ болғанға дейін 3 минуттай араластырамыз. Алмаларымызды дайындап аламыз. Шұқалап кесіп, қопсытқышымызды ұнға араластырып, қоспамызға ақырындап блендерменен араластырып отырамыз. Үстіне 200 грамм сармай ертіндісін қосамыз. Алмамызды саламыз. Жақсылап араластырып, жоғарыға қарай табамызға ұн сеуіп, қоспамызды салып аламыз. Духовкаға 180 градуста 50 минуттай дайындалады. Бетін әрлеу үшін алма кесінділерін салып, осылай қойып шығасыздар. Ас болсын. Дәм өте керемет болып шықты. Сіздер де осылай жасасаңыздар болады.